Саламатсыздар ма достар? Біз бүгін автокад бағдарламасы бойынша сабақтарымызды жалғастырамыз. Қазір кішігірім бір практикалық жұмысты орындайық. Ол үшін мен практикалық жұмыста сопряжениені орындайтын боламын. Яғни кішігірім қарапайым сопряжениені. Фотоны алып келіп қоямын. Фото қойылды. Міне негізгі размерлер көрініп тұр бізге. Енді осы размерлерді пайдаланып сызатын боламыз. Бірінші размер ол диаметр 20. Мына жерден диаметр 20 деген таңдайтын боламыз да. Центрда кез келген жерде қойсақ та болады. 20. Одан кейін радиус таңдаймыз. Радиус бізде 20. Радиус 20. Бізде мына 20 кетті, яғни сосын мына окружность кетті. Бұны окружность қылып алдым мен қазірше. Одан кейін келесі диаметр бізде 20 мм былай ығысқан, яғни мынаның центрынан, және 52 мм алшақта тұр. Енді соны қоятын боламыз. Ол үшін диаметр таңдаймын. Shift батырмасын басып, мышканың оң жағын бассам, точка отслеживания деген бар. Осын басам. Одан кейін мен мына нүктеге келем. Осы нүктеден жоғары қаратай 52. Қателеспесем, Enter. И мына жаққа қаратай 20. 20-ны басам, мен мына жерге мен 12, диаметр 12 бастым. Көрдіңіздер ғой? И одан кейін қараңыздар. Келесі бұл диаметрі, мына жерде ер қатты көрініп тұрған жоқ. Сонда да біз ала берейік, мына жерде ер 10 деп алайық. Ер 10 деп ала берейік. Яғни радиусы 10 деп. Ер 10. Қазірше біз екеуін алдық мына жерде. Так, енді келесі. Бізде мына жерде сопряжение бар, бұл жерде 20 мм болып тұр. Яғни біз мына жерде не қойымыз керек? Доға қойымыз керек. Ол үшін мен мына жерде сопряжение деген команданы пайдаланатын боламын. И мына жерге радиусты қоятын боламын. Радиус бізде 20. Бірінші және екіншісі қосқан кезде бізде осындай бір радиус пайда болады. Мына жерде 20 мм деген. Ал келесісі бізде ол 55 мм деп тұр міне. 55 мм. Ол үшін мен мына жерде два точки касания радиус дегенді қолданатын боламын. Так, бірінші нүкте мына жерде касание, екінші нүкте мына жерде. Ал радиус бізде 55, Enter. Бізде екеуіне де касание болған, мынандай бір шеңберді орналастырды. И осы кезде шеңбердің бәрін белгілейміз да, мына жердегі кесіп алып тастайтын құрылғымен, командамен кесіп алып тастаймыз керек емес бөлшектерін. Яғни осы арқылы біз тез арада өзіміздің нені жасап алдық. Bir сөзбен айтқанда фигура. Енді осының қазірше размерлерін берейік. Размерді қояйық. Біріншісі 12. Так, пробел батырмасын басып операцияны қайталайын қайттан. 20. Одан кейін менде радиус болады. Радиус 20. Қайттан радиус белгілей салайын. Радиус 55. Бізде негізгі параметрлер, негізгі размерлер қойылды. Ары қаратай тағы да размерлерді кішкене көбейте түсейік. Былай қаратай 52. Былай қаратай түсейік. 52. Ал былай қаратай 20 болу керек. Негізгі размерлер бәрі қойылды. Енді бізге тек мына жерге осевой маркерді қоюымыз керек. Мында біреу, мында біреу. Жалпы бізде негізгі размерлер бәрі қойылды, бәрі дұрыс жасалынып тұр. Бірақ мына жердегі суретке қарайтын болсақ, мына бөлігіне бұл бізде 3D болып көрініп тұр, яғни А суреті бойынша. Демек біз бұны қазір 3D-ге айландырып көрейік. Бірден. Ол үшін мына жерден басып 3D моделированиеге қойтайын. Автокад 3D моделирование қойды. Shift батырмасын басып, мышкамен айландыратын боламын кішкене. Мышкамен айланды. И одан кейін осы жерде бізде команда бар, мына жерде вытягивание деген. Соны қолданатын боламыз. Команданы басамыз. Бірақ біз бұл жерде ол негізгі размерлерді алып кетеді. Сондықтан алдымен размерлерді белгілеп алып, и оларды скрит объекты деп қазірше изолировать етіп қояйық.
одан кейін вытягивание пайдаланып белгілі бір 15 мм көтерейік и интерватомасын басайық. Одан кейін мына жерде divide каркас дегенді басып реалистичный видқа қойсақ болады. Яғни мына вид пен мына вид бір-біріне ұқсап тұр. Осымен біздің кішігірім практикалық сабағымыз аяқталды.